Сәлем достар, сіздермен бірге лайм арнасы және де бүгінгі видеоны қарамастан бұрын подписаться деген батырманы басып, сұр түске айналдырып, жанындағы колокольчикті басып, маған лайк басып, әрі менің қандай видео түсіретінімді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Достар, мен сіздерге тағы да бір айтарым. Сіздер 100 подписчик жинап бердіңіздер. Сіздерге қатты алғысымды айтамын. Және де бұдан да көп қылып жинауға тырысайық. 1000-ға жеткізейік, 2000-ға жеткізейік, солай көбейтіп күміс батырмаға жеткізулеріңізді сұраймын. Және де мен сіздерді қатты жақсы көремін. Және де алтын батырмаға да жеткізейік. Ендеше бүгінгі видеоны бастайық. Достар, және де бүгін біз жаңа ғана алып келдік посылка, және де ол осындай жазу бар, және бұл Қытайдан келген тауар. Мына жерін оқып алыңыздар. Қытайдан келген барлығы. Мына бір жерлерінде бар шығар Қытай туралы. Оқып алыңыздар, Қытайдан келген, және де ішін ашып көрейік. Достар, және де оған біз қайшы қолданамыз. Достар, ашып алдық. Және де ішіне үңілейік. Мен осындай тауар заказ берген болатынмын. Футболка немесе тағы да өзімізге керекті бір киім немесе сондай керек болатын. Осындай мата өте керемет, яғни жуғанда да цветі шықпайды. Осындай берген болатынмын. Бұны мен Қытайдан әкелдік. Бұны біз негізі көктемде заказ бергенбіз, және де әкеп берді. Достар, осындай тауар, өте ұзын. Осындай тауар бізге ұнады, потому что бұның матасы күшті былайынша. Бет не істегенде де ондай не істелмейді. Қанша дегенмен Қытайдікі. Және де достар, қандай видео түсіргенімізді қалайсыздар, тағы да комментке өз ойларыңызды қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Достар, мен қолымдағы тауарды қанша теңгеге алды деп ойлайсыздар? Достар, және де комментарияға қандай видео түсіретінін жазып кетіңіздер. Мысалға 10-да 10 челлендж, 24 сағат бір түсте, немесе 24 сағат әпкем маған я дейді, немесе 24 сағат мен тек бір әріпте боламын деген сияқты, оны өз ойларыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған лайм арнасы, келесі кездескенше сау болыңыздар.